Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз present simple tense, яғни жай осы шақ. Бұл бізде ағылшын тілінде ең көп таралған және ең оңай шақтардың бірі десем болады. Present simple шағы жалпы қай кездерде қолданылады? Осы жағдайларды қарастырып өтетін болсақ, ең бірінші біз фактілер айтқан кезде қолданамыз. Мысал келтіретін болсақ, Айнұр мұғалім ретінде жұмыс жасайды. Айнұр works as a teacher. Екінші жолы truth. Яғни truth дегеніміз ол бізде ақиқаттар, ғылыми дәлелденіп қойған нәрселер. Мысалы, жер күнді айналатынын барлығымыз білеміз, иә? Жер күнді айналады. The earth goes around the sun. Әдеттер, үшінші аймаға қолданылатын әдеттер айтқан кезде, мысалы, мен күнде сағат түнде 11-де ұйқыға кетемін. Ағылшынша біз оны I go to bed usually at 11 o'clock. Routines, төртінші жолы. Routines дегеніміз ол айына бір рет, жылына бір рет, аптасына бір рет, күніне бір рет жасалып тұратын әрекеттер. Мысалы, мен аптасына фитнеске бір рет барып тұрамын. Ағылшынша оны біз I go to gym once per week деп айтамыз. Бесінші жолы ол timetables, programs for future. Ол дегеніміз, мысалы, нақты қатып қалған жүйеге бағынатын уақыт кестелерін айтсақ болады. Мысалы, пойыз, самолет, барлығы, мысалы, белгілі бір уақыт аралығында жүреді, иә, қатып қалған уақыттың ішінде. Яғни, кез келген уақытта, ұшқысы келген уақытта ұшып кетпейді. Немесе сабақтар болған кезде де, пәндер, мысалы, мектептегі сабақтарыңыз, немесе университеттегі сабақтарыңыз кез келген уақытта болып кетпейді. Ол нақтылы белгіленіп қойған жаңағыдай кестесі бар. Сол кестелер туралы айтқан кезде, мысалы, сол кезде қолданамыз. Мысал келетін болсақ, менің пойызым таңертең сағат 10-да жүреді. My train leaves tomorrow at 10 a.m. Немесе, менің сабағым 5 минуттан кейін басталады. My lesson begins in 5 minutes. Бұл жақта енді сіздер ойланып тұрған боларсыздар, ертең жүреді деп тұрық, немесе 5 минуттан кейін, яғни болашақ туралы айтып жатырық қой деп. Иә, болашақта болатын нәрселер айтып жатыр, бірақ бұлар үнемі солай қайталанатындықтан және үнемі солай жүретіндіктен, сол уақытты ұстанатындықтан біз present simple шағына, яғни жай осы шаққа келтіріп айтатын боламыз. Енді marker wordsқа келетін болсақ, marker words дегеніміз бізде ол көмекші сөздер, яғни бізде әр шақты қолданған кезде бізге көмекші сөздер керек болады. Мысалы, әдетте, әрқашан, әр күн, әр апта, әр жыл сайын, немесе сирек, ешқашан, кейде деген сияқты сөздер бізге present simple шағын анықтауға көмектесетін сөздер. Алдағы уақытта да, өткен шақта да, болашақ шағында да, яғни келер шақта да қолданылатын сөздеріміз бар. Именно осы present simple-ға қолданылатын сөздеріміз ол usually, әдетте, always, әрқашан, every day, әр күн сайын, every week, әр апта сайын, every month, әр ай сайын, every year, әр жыл сайын, every century, әр ғасыр сайын деп аударылады. Және seldom сирек, rarely тоже сирек деп аударылады, never ешқашан, sometimes кейде. Бұл сөздерді білулеріңіз өте міндетті, маңызды, себебі осы сөздер сіздерге present simple шағын құруға және present simple сөйлем екенін анықтауға көмектесетін болады. Енді келесі жолы ол present simple-ды қолданудың екі жолын туралы айтатын боламыз. Ең алдымен оны айтпас бұрын біз мына қарапайым нәрсені білуіміз керек. Әр ағылшын сөйлемдері, ағылшынша сөйлем құраған кезде біз белгілі бір ережеге бағынуымыз міндетті. Яғни, сөйлем құраған кезде сөйлемнің құрылымы бар, және сол құрылымды біз міндетті түрде сақтауымыз керек. Ағылшындарда қалай? Мысалы, ағылшындарда ең бірінші бастауыш айтады, сосын барып баяндауыш айтады. Яғни, ең бірінші есім, сосын барып етістік. Мен істедім, осылай деп айтып кетеді. Ал қазақ тілінде ол басқаша, біз мен осылай істедім деп баяндаушты соңына қарай жібереміз, ал бастауыш басында тұрады. Сондықтан да осы ағылшындардың ережесіне бағынып үйренейік. Зат есім плюс етістік. Сосын барып басқа сөйлем мүшелерін қоя берсеңіздер болады. Енді present simple-ды қолданудың екі жолы бар дедік. Яғни, ол ең бірінші жолы to be етістік арқылы жағдайды сипаттаған кезде, ал екіншісі ол әрекеттерді сипаттаған кезде. Қазір оған мысал келтіретін боламыз. Егер қазір түсінбей жатсаңыздар, қорықпаңыздар, мысалдар ретінде түсінесіздер.
ең бірінші жаңа to be етістігін ашып өтейік. To be етістігін түрлендіру арқылы біз қазіргі болып жатқан жағдайларымызды сипаттап бере аламыз. Мысалы, менің қарным аш тұр, мен ашуланып тұрмын, мен жаңағыдай бақыттымын қазір деген сияқты. Осының барлығын біз present simple арқылы, именно to be етістігін пайдаланып отыру арқылы, to be етістігін түрлендіріп отыру арқылы біз жеткізе аламыз. Ол үшін ең алдымен біз мына сөздердің аудармасын білуіміз керек. Яғни мен, біз, сіз, сен, олар, қыз, ұл және зат деген сөздердің аудармасы ол ағылшыншасын білейік. Мысалы, мен, I, біз, we, сіз, сен, you, олар, they, қыз, яғни орысшасы ана, ағылшынша she, ұл, on, ал ағылшыншасы he. Зат, жануар бізде орысшасы ано деп айтылады, ал ағылшыншасы it деп аударылады. Міне осы біліп алдық. Енді біз сөйлемнің үш түрі болатынын білейік. Мысалы, болымды, болымсыз, сұраулы. Әр шақты қолданған кезде осы болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдерге жаттығулар істеп жаттығатын боламыз. Сол үшін де осы сөйлемнің үш түрін біліп алыңыздар. Present simple tense. Яғни осы to be етістігін present simple'да қолданылып, өзгертіп, түрлендіріп көрейік. Именно мен деген сөзге арналып to be етістігі am деп өзгереді. Яғни to be етістігі бізде мен деген жағдайда am деп өзгеріп кетеді. Ал he, she, it-та, яғни үшінші жақта, ол деген жақта бізде to be етістігі is болып өзгереді, өзгеріске ұшырайды, солай түрленеді. Яғни I be, he be, she be деген нәрсе ешқашан болмайды. Сол үшін де бұл қатаң ескерту, to be етістігінің түрленетін жолдарын міндетті түрде білуіміз керек. Және көпше түрде, яғни біз, сіз, сіздер, біз, сіздер, сендер және олар деген кезде біздер көпше түрі are, to be етістігі көпше түрге түрленеді, яғни to be етістігі are болып өзгереді. Бұл бізде болымды сөйлемде, яғни ешқандай сұраулы белгісі жоқ, және ешқандай not деген сөз жоқ, сол үшін болымды болып қалады. Яғни to be етістігі жай ғана просто аударып қоя қойылады. Ал яғни біз болымды сөйлемдер ол I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Енді болымсыз сөйлемде бұл to be етістігі қалай өзгереді екен? I am not, he is not, she is not, it is not. Және көпше түрде we are not, you are not, they are not. Енді сұрақ күйінде, яғни сұраулы сөйлемде бізде to be етістігі қалай болады екен? To be етістігі бізде алдына шығады, яғни am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Және мына кестеде көріп отқандарыңыздай, соңғы екі жолында бізде жауаптар жазылған. Осы сұраққа бізде мысалы қазақ тілінде сенсің бе, немесе ол ма деп сұрақ қойған кезде я, жоқ деп жауап бере саламыз, ал ағылшындарда керісінше сұрақты қалай қойды, дәл солай жауап береді. Яғни олар дәлдікті жақсы көреді. Сол үшін де бізде солай жазуымыз керек. Міндетті түрде сөйлеген кезде де, жауап берген кезде де, ертең достарыңызбен ағылшынша сөйлеп бастаған кезде осылай толық жауап берулеріңіз міндетті. Мысалы, am I деген кезде просто так я деп қоя салмай, yes деп қоя салмай, yes, I am. Немесе болымсыз түрде no, I am not. Немесе is he, болымды түрде yes, he is. Ал болымсыз түрде no, he isn't. Is she деп сұрақ қойған кезде я болса, яғни болымды сөйлем болса yes, she is. Ал болымсыз сөйлем болса no, she isn't. Is it? Yes, it is. Ал болымсыз сөйлем болған кезде no, it isn't. Are we? Болымсыз сөйлем болған кезде yes, we are. Ал болымсыз сөйлем болған кезде no, we are not. Are you? деп сұрақ қойған кезде, болымды сөйлем кезде yes, you are. Нүкте қоямыз. Ал болымсыз сөйлем болған кезде no, you aren't. Are they? деген кезде біз yes, they are. Ал егер болымсыз сөйлем болған кезде no, they aren't деп осылай aren't, isn't деген сөздерді сіздер қысқартып жаза аласыздар. Мен кестеде тұр.
Енді бұған мысалдар келтірейік. Білем, түсінем, қазір сіздер кішкене түсінбей қалып, не айтып жатыр апай деп ойлап қалған шығарсыздар, иә? Енді уайымдамаңыз, келесі сөйлемдерді қолданып көрейік. Мысалы, болымды сөйлемді алайық. I am a student. Болымсыз сөйлем кезде I am not a student. Сұраулы сөйлем болған кезде am I student? Яғни, болымды сөйлемде бізде аудармасымен жұмыс жасасақ, мен студентпін. Болымсыз сөйлемде мен студент емеспін деп тұр. Ал сұраулы сөйлемге айналдырған кезде am I student деп сұрақ қойып тұрмыз. Ал енді you are a doctor. Болымды сөйлемде сіз дәрігерсіз, немесе сен дәрігерсің. Болымсыз сөйлемдерде you are not a doctor. Сіз дәрігер емессіз, немесе сен дәрігер емессің. Ал сұраулы сөйлемдерде are you a doctor? Сіз дәрігерсіз бе, әлде сен дәрігерсің бе деп сұрап тұр. He is angry. He is angry. He is angry дегеніміз қазақша ол ашулы, ал болымсыз ол ашулы емес. Яғни he is not angry. Сұраулы сөйлемге айналдырған кезде is he angry деп сұрайтын боламыз. They, енді келесі көпше түрде қарайтын болсақ, they are at home. Олар үйде, ал болымсызда олар үйде емес деген кезде қалай айтады екенбіз? They are not at home. Енді сұраулы сөйлемге айналдырған кезде are they at home. Байқап тұрғандарыңыздай, бұл жерде to be етістігі сұрақ қойған кезде міндетті түрде алдына шығатын болады. Сол үшін де сіздер қателеспеулеріңізді сұраймын. Енді болымды сөйлеген кезде тағы соңғы мысалымыз this car. This car дегеніміз ол зат деген мағына береді, яғни көлік дегеніміз зат қой. Затты сіздер білесіздер ит деп айтамыз. Ал иттің жаңа to be етістігі ол is. Сол үшін де this car is дегенді қойдым. This car is good. Болымды сөйлемде, яғни бұл көлік жақсы. Ал болымсыз сөйлемде this car is not good. Яғни бұл көлік жақсы емес деп аударылып тұр. Сұраулы сөйлемде is this car good? Бұл көлік жақсы ма деп сұрап тұр. Енді түсінікті болды деп ойлаймын, достар. Қазір оғанда бірнеше жаттығуларды орындаймыз. Ол жағынан қам жемеңіздер, түсініп кететін боласыздар. Бұл жерде мысалы қазақ тілінде бір-бірімен байланыстыратын сөздер жоқ, иә? Мысалы, ол ашулы болды, екі сөз ғана. Ал ағылшындарда he is angry деп is болмаса, he angry деп кететін болса, ол мағына болмай қалады. Сол үшін де is деген he мен angry'ді байланыстыратын сөз. Сол үшін де to be етістігі өте маңызды болып келеді. Және байқап отырғандарыңыздай, бұл жақта тек қана кімнің көңіл күйі, немесе кімнің кім екені айтылып жатыр, иә? Мысалы, бұл дәрігер, мен студентпін, немесе ол ашулы, олар үйде деген сияқты просто жағдайлар сипаттап беріп жатыр. Яғни бұл жерде ешқандай әрекет жоқ. Ол былай істеп жатыр, ол былай істеп жатыр. Ол кәдімгідей қолымен бүйтіп әрекеттен айтып жатқан жоқпыз, иә? Енді қазір әрекет жағдайында қолданылатын көрейік. Яғни әрекеттер сипаттаған кезде біз етістік керек болады. Бізде мысалы мына жақта work етістігін аламыз. Work деген жұмыс жасау. Мысалы болымды сөйлем кезінде бізде work қалай өзгереді екен? Present simple'да бізде ешқандай да етістік өзгермейді. Тек қана үшінші жақтағы етістікке бізде s жалғау жалғанады. Яғни I work, he works, she works, it works. Ал көпше түрде we work, you work, they work. Ал болымсыз сөйлемдерде I do not work, he does not work, she does not work, it does not work. Ал көпше түрде we do not work, you do not work, they do not work. Түсінікті болып жатыр ма, достар? Яғни бұл жерде бізде негізі әр шақта, мысалы келер шақта да және өткен шақта да етістігіміз өзгеріске ұшырайды. Яғни дұрыс етістік, бұрыс етістік деген кестеміз бар. Оны алдағы уақытта беретін болам. Ал негізі present simple'да етістік ешқандай құбылмайды. Яғни
дәл сол күйінде қалады. Тек қана үшінші жаққа, яғни он, ана, ано деген сөздерге бізде етістігіне етістік қолданған кезде бізде эш жалғау ғана қояды. Болды, басқа ешқандай өзгеріс болмайды. Енді біз сұраулы сөйлемдерге көшетін болсақ, do I work? Yes, I do. No, I don't. Жаңа айтып өткеніміздей, ағылшындар дәлдікті жақсы көреді, сол үшін сұрақ қалай қойылды, дәл солай жауап береді. Сіздер де солай сөйлеуіңіз міндетті. Енді үшінші жақтағы сұрақтарды айтатын болсақ, үшінші жақта бізде сұрақ қоюымыз кішкене басқаша болады. Себебі мұнда мен манағы айтқан ережем сәйкес келмей қалады. Яғни, does he work? Бұл жақта етістікте эш жалғауы кетіп қалды. Эш жалғауы именно көмекші етістікке қосылып тұр, яғни does деп уже айтылып тұр. Сол үшін де workқа немесе басқа да етістіктерге эш жалғауы түсіп қалады. Именно сұраулы сөйлем кезінде, ал басқа кездерде, яғни болымды, болымсыз сөйлемдерде қойыла береді де, тек сұраулы сөйлемдерде етістік бастапқы күйінде тұрады үшінші жақта. Бұл жаттығулар арқылы жаттығатын боласыздар, сол үшін де уайымдамасаңыздар болады, әзір түсінбей жатсаңыздар. Енді ары қарай кеттік. Does he work? Yes, he does. No, he doesn't, яғни болымсыз сөйлемде. Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. Do we work? Yes, we do. No, we don't. Do you work? Yes, you do. No, you don't. Do they work? Yes, they do. No, they don't. Енді мысалдар келтіріп өтейік. Болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдерге, мысалы, мен оқимын дегенді I study, мен оқымаймын деп болымсыз сөйлемге айналдырған кезде I don't study. Сұраулы сөйлемге айналдырған кезде do I study, яғни көмекші етістіктер алдына шығып тұр. You study, яғни сен оқисың, немесе сіз оқисыз. Болымсыз сөйлемде ол you don't study, you do not study деп аударуға да болады, айтуға да болады. Яғни сен оқымайсың, немесе сіз оқымайсыз. Ал сұраулы сөйлемге айналдырған кезде do you study деп аударылады. Ал болымды сөйлемде he studies, ал болымсыз сөйлемде he does not study. Сұраулы сөйлемде does he study деп сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Яғни бұл жерде does алдына шығып кетеді, ал studyге ешқандай да жалғанып тұрған жоқ. Эш жалғау жалғанып тұрған жоқ. Келесі we study, біз оқимыз. Болымсыз сөйлемде we do not study. Сұраулы сөйлемге айналдырған кезде do we study. Енді олар оқиды дегенді they study. Болымсыз сөйлемде they do not study. Сұраулы сөйлемде do they study. Міне осы аударамыз. The lamp switches. Лампа жанады. Лампа қосылады немесе. Болымсыз сөйлемде. Ал болымсыз сөйлемде лампа қосылмайды дегенді the lamp does not switch. Сұраулы сөйлемде does the lamp switch? Осылай сұраймыз. Ал яғни мынақта байқап тұрғаныңыздай does the lamp switch, яғни switchқа ешқандай да эш жалғанып тұрған жоқ. Оның эсі бізде does деген көмекші етістікке кетіп қалды. Сол үшін де және does бізде алдыға шығып тұр. She washes. Ол жуады, немесе жуып жатыр. She does not wash. Ол жумайды. Яғни қызға, именно she'ді қызға айтамыз. Ал сұраулы сөйлем кезінде does she wash деп қоямыз сұрақты. Болымды сөйлемде it has. Болымсыз сөйлемде it does not have. Сұраулы сөйлемде does it have болады. Енді бұл жерде келесі осы мына бетте бізде сіздерге айтқым келгені ол етістіктерге әртүрлі етістіктер бар, иә. Біреуі мысалы дауыссыз дауыстардан бітеді да, ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Ал біреулер бар, дауыссыз дыбыстардан да бітсе де, олар өзгеріске ұшырайды. Және дауысты әріптерден бітетіндерде олар бізде эш жалғау жалғанған кезде, именно эш жалғау жалғанған кезде өзгеріске ұшырайды. Мысалы, бізде именно өзгеріске ұшырамайтын жалпы етістіктеріміз бар. Олар work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims. Және write, writes.
Және келесі ол y әрпімен бітетін сөздер, бірақ y әрпінің алдында дауыссыз әріптер тұратын болса, бізде s жалғау жалғанған кезде бізде I, E, S деген үш әріп бірге жазылатын болады. Яғни біздің бастапқы сөзімізден соңғы сөзімізге жай ғана S әрпімен емес, I, E, S деген жалғау жалғанады. Мысалы, кестеде көріп отқандарыңыздай study, studies, cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies деп аударылады. Ал келесі үшінші мысалымыз, ол мысалы O, S, H, T, C, H, X және S, S деп бітетін болса, етістіктеріміз, именно етістіктер айтып жатырмын оқушылар. Және оларға S әрпі жалғанатын болса, go, goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses деп аударылады. Міне осыны міндетті түрде жазып алып, прям жаттаңыздар. Себебі бұдан қате жіберетін болсаңыздар жазуда бұл өте үлкен қателік болып саналады. Достар, енді үй жұмысына келетін болсақ, именно осы present simple кезінде екі жолы бар дедік, қолданудың. Ол to be жағдайы және әрекет жағдайында. To be жағдайына байланысты to be-ді түрлендіріп, яғни am, are, is деген сияқты түрлендіріп, сіз 63-65 жаттығуларды орындап, маған осы бүгінгі сабақты қарадыңыз, және келесі күні тағы да беремін, бір күнді, толық бір күн берем, сол күннің ішінде жасап бітулеріңіз міндетті. Және келесі ол әрекет жағдайы, екінші жолы әрекет жағдайына байланысты 75-78 жаттығуларды орындауыңыз міндетті. Енді достар, сабақтың соңына жеттік. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.